Сәлем балалар, қалжаталарыңыз қалай? People's Book 53-ші бет. Exercise 1. Unscramble the letters and write the seasons. Әріптерді ретімен қойып, жыл мезгілдерін жазамыз. 0-шісі мысал ретінде берілген summer, жаз. 1 бұл winter, 2 бұл spring, көктем, winter бұл қыс білеміз, 3 autumn, күз. Екінші ату, what's the weather like? Look and underline. Ауа райы қандай? Қарап, суреттерге қарап, дөңгелектеп белгілейміз, астын сызамыз, мысалы 0 мысал ретінде берген it's hot, күн ыстық дейді. 1 it is windy, жел соғып тұр. 2 it is rainy, жаңбыр жауып тұр. Келесі үшінші ату, look and write. Қарап, суретке қарап, қандай киім екен жазамыз. 0 бұл dress, 1 бұл jeans, 2 бұл jacket, куртеше, 3 бұл shoes, аяқ киім. Төртінші ату, read and complete, оқимыз және толықтырамыз. Мысалы, do they go swimming? Yes, they do. Тура солай қалғандарын жазамыз. Егер he, she, it болса, does қолдану ұмытпаймыз. Мысалы, Tina ол she, сондықтан does. Does Tina fly her kite on snowy days? Yes, no, she doesn't. Do you eat an ice cream? Yes, I do. Does Bob drink hot chocolate? Yes, he does. Do you wear a jacket in summer? No, I don't. Дина қарлық күні батпырақ ұшырама дейді. Жоқ, ол ұшырмайды. Сен балмұздақ жейсің ба? Yes, мен жеймін. Боб ыстық шоколад ішеді ма? Ішеді. Сен жазда күртеше киесің ба? Жоқ, кимеймін деген сияқты осындай сұрақтар берілген. Осымен бұл біздің 4-ші модульдің, юниттің ең соңғы сабағы болатын. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.